Ассалаумағалейкум YouTube арнасы. Так, мен сіздермен УАЗдың дворнигін тоқтарын жалғауды қалай екенін көрсеткім келіп тұр. Бір күн уақытым кетті осыны жалғауға. Керек деген адамдар болса, мен сіздерге айтайын, қарап алыңыздар. Так, ең бірінші мынау переключателі ғой. Екеуі бірге болады, мына су шашатын мен дворниктік екеуі бір осының ішінде. Мен қазір сізге түсінікті тілде айтайын. Ең бірінші аккумулятордың минус жағы, аккумулятордың плюс жағы. Күн салқын, сондықтан түсіріп алдым үшеуін. Үйден қарап отырмын. Так, минус жағы аккумулятордың. Мына тоқ дворниктің міне минусында тұр. Дворниктің минусында. Мынау аккумуляторға минуске жалғадым. Минусында. Так, мына тоқ минусы ол деген бізде мына дворниктің минусында. Көк цвет. Көк цвет минусты осыған жалғадым. Бұлай. Минус. Бір минус мынаған кетіп тұр. Көк цвет, мынанқы көк цвет. Екіншісі мынаған минус. Мынаның минусы жазылып тұр, бұда минус деп. Цвет разница жоқ цветте. Так, бұл шешілді да. Ендігі көгі минусқа кеттік деп айттық. Ақ цветін. Алтау менде 6 тоқ келіп тұрмын. 6 тоқ. Көгі минусқа кетті. Аккумуляторға. Так, екіншісі ақ. Ақты алдым да мен. Так, ақ алып, ақына проводпен мынаның плюске жалғадым міне. Плюске. Мына қара тоқ уже плюске кетіп тұр. Плюске жалғап қойдым. Мынаның плюсіне. Көрдіңіздер ме? Мына енді қолдан салған тоғым. Мен қолдан салған тоғым. Оған мән бермеңіздер цветіне. Қарада тоже солай қолдан салып қойғаным өзімнің. Так, ал ақ міне заводскойлар уже сатылымдағы өзінің. Ақты осы ақты осы бір сөзбен айтқанда ақты мынаған жалғайсыздар. Бір жағына. Сосын мына плюске кетеді аккумуляторға. Енді. Так, сосын көкті айттым, минус аккумулятордың минусына кетеді. Масса ошым. Мынау плюс аккумуляторға кетеді. Аккумуляторға кеткенде түсіндірем оны ең соңында. Мынаған кетеді, мына плюске кетеді. Так, қара тоқ. Қара мынаның переключательдің ағына жалғанады. Қара мен ақ жалғанады бір-біріне. Үшеу кетті. Төртіншісі сары. Мынадан кететін сары ол серый цветке жалғанады міне. Серый цветке жалғанады. Төртеу кетті. Так, енді мына жақтың жасылға жалғанады. Бесеу кетті. Алтыншысы қызылы мынаның көк цветіне жалғанады міне. Сонда мына жақтың алтауы да жалғанды. Ал мына жақ алтауы жалғанда төртеуі переключательге жалғанды. Көгі минусқа кетті аккумуляторға масса болып. Ағы плюске кетті мынаған. Сонда мынадан екеуі атып қалды, көрдіңіздер ме? Сонда түсіндіңіздер ғой да? Екеуі атып қалды. 4-ке 4 жалғанып тұр. 4-ке 4 цветтер міне. Анық қой да көріп алыңыздар мен. Анық түсіп тұр. Дәл осылай жалғайсыздар. 4-ке 4. Мынаның екеуі атып қалады. Ал мынадағы екеуі көгі минусқа кетеді. Аккумуляторға, массаға. Ақ цветі мынаған кетеді. Міне. Болды. Ал сосын мынадағы плюсті аласыздар да мынаның екінші жағына жалғайсыздар. Болды. Сонда міне. Басам. Жасап тұр. Так, міне. Бірінші положение бұрайым. Жасап тұр.
өшті. Так, енді бір айта кететін жайт, мынаның минусы дедік қой бағанағы. Минус. Бұл массы дедік та, массы. Массы кузовқа жалғайсыздар ғой, мына минусты. Мынаның минусы мен мынаның екі қосасыздар да, мынаны кузовқа жалғайсыздар. Кузов бір жерінде минусқа. Ал мына плюс тұр ғой. Мына плюсіні бағана айтқан. Ақтан кететін. Ол енді мынаған жалғайсыздар. Ал мынадан кеткен қара, ол кезде сіздер машинаға салғанда аккумуляторға жалғамайсыздар бұны. Бұл замок зажигания. Кілт ашқанда соған жалғайсыздар. Кілт ашқатылатын жерге. Мен қазір прямой жалғап тұрмын ғой тек. Ал сіздер замок зажигания жалғайсыздар. Сол кезде мынау жалғанып тұрады. Сіз кілтті ашасыз. Кілт ашқанда мынаған тоқ келеді бойына. Сол кезде мынаны ашасыз, жұмыс жасайды сонда. Бәрі. Мынау мен қазір үйде болғасын аккумуляторға прямой салып тұрмын. Ертең машина салғанда мен, значит, мына тоқты аламын да, мен аккумуляторға емес, замок зажигания салам. Мынаны кузовқа бекітем. Сонда кузов массы болады, замок зажигания плюс болады. Аккумулятор, как обычный, клеммаға келеді. Вот сонда бәрі ыңғайлы. Осылай, общем, ұнаса менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Бірақ подписать етуді ұмытпаңыздар, обязательно басыңыздар. Қазақ каналдан қолдаңыздар. Барымызша тырысып жүрік, халыққа көмегіміз тисін деп басыңыздар.